Саламатсыздар ма достар? Бүгінгі біздің видеомыздың тақырыбы осы ESP, яғни единый совокупный платежды төлеу және оны қалай төлеу керек екендігін мен сізге осы видеода түсіндіріп кетемін. Единый совокупный платеж, яғни ESP, оны не үшін төлеу керек? Қазіргі кезде 42.500 теңге, яғни осы пособияны алудың бір процедурасы осы ESP-ны төлеу. Ең алдымен сіздер өзіңіздің телефондарыңызда осы Kaspi.kz приложениясы болса, осы Kaspi.kz приложениясымен ESP-ны төлеуге болады. Біз Kaspi.kz приложениясына кіреміз. Өзіңіздің атыңыздан кіргеннен кейін сол жақта ең жоғары жақта 3 сызықша бар, қызыл, соған басамыз. Содан кейін платежи дегенге басамыз. Осы жерде все платежи дегенді басамыз. Осы кезде ең астында, яғни мына жерде бізде штрафы и платежи в бюджет деген бар. Соған басамыз. Осы жерде отчисления для самозанятых и ИП деп тұр. Осыған басамыз. Үшінші. Осыдан кейін соңынан санасақ, екіншісі единый совокупный платеж деп тұрады, бұл ESP. Осы ESP-ны басамыз, яғни осыны таңдаймыз. Содан кейін бар, бұл жерде сізде осы 3 столбец шығады. Осыны үшеуі негізі өзіңіз толтырасыз. Бұл жерде место регистрации, яғни сіз қаладан болсаңыз, сіз осы 2651 теңгені төлейсіз. Ал сіз осы қала емес ауылдық жақтардан болатын болсаңыздар, район жақта, онда сіз 1325-50 теңгені төлейсіз. Осыны басып, өзіңіз, мысалы, мен қаладамын, 2651-ді бастым. Период оплаты. Период оплаты бұл жерде апрель, март, өзіңіз таңдасаңыз болады, май, өзіңіз қараңыз. Бұл жерде апрельге де төлесеңіз де болады. Мысалы, окей басасыз, мысалы, мына апрель деп шығып тұр. Енді аласыз, енді мысалы тересіз, мысалы 97.01.24.397. Мысалы, осы енді басасыз да, сосын продолжить дейсіз. Осыны продолжить деген кезде сіздер осы негізі комиссия сізге тағайындалады, содан кейін барып оплатить дегенді басасыз. Сол кезде сіздің осы единый совокупный платежіңіз, яғни осы 42.500 пособиясын алу үшін бір процедурасы осымен сізде жабылады. Осымен біздің видеомыз бітті. Керек бір сұрақтарыңыз болса осы туралы, осы видеоға байланысты, осы видеоның астында ссылка қалдырамын, сол ссылкаға басып, менің WhatsApp-ма, чатыма түсіп, өздеріңіздің сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Назар бөлгендеріңізге рахмет, сау болыңыздар.